Сәлем қадірлі оқушылар, бүгін біз сіздермен органикалық химияға кіріспе бөлімінің алкандар тақырыбына тоқталатын боламыз. Демек, біздің бүгінгі тақырыбымыз алифатты қосылыстардың EUPAC номенклатурасы бойынша аталуы. Органикалық заттар молекулалардың модельдерін құрастыру болып есептеледі. Бұндағы біздің оқу мақсатымыз қосылыстардың құрылымдық формуласын құру және оларды теориялық және қолданбалы химияның халықаралық одағы болып есептелетін EUPAC номенклатурасы бойынша атау. Бұндағы сабақ мақсаты қосылыстардың құрылымдық формуласын құру, оларды теориялық қолданбалы химияның халықаралық одағы, яғни EUPAC бойынша атай алуымыз керек. Бұндағы біздің құндылықтарымыз сабақ барысында сіздер бір-бірлеріңізбен достық қарым-қатынастарын орнатасыздар, диалогқа түсесіздер. Тақырып бойынша болса, қоршаған ортаны, экологияны қорғау мәселелеріне мән беретін боласыздар. Ал енді қадірлі оқушылар, демек біздің сабағымыз алкандар тақырыбы бойынша болып өтетінін түсіндіңіздер, иә? Олай болса, алкандардың гомологтық қатарына тоқтала кетейік. Гомологтар дегеніміз не? Құрылысы мен қасиеті ұқсас, бір немесе бірнеше С2 тобының айырмасы болатын жалпы формуласы бірдей болған заттарды гомологтар деп атаймыз. Демек, алкандардың жалпы формуласы мына көріп тұрсыздар, иә? Дәптерлеріңізге жазыңыздар. CnH2n плюс 2 болып есептеледі. Бұндағы n орнына 1, 2, 3, 4, 10-ға дейін сандарды қойғанда, бізде мынау заттар түзіледі екен. С4 метан, С2H6 этан, С3H8 пропан, С4H10 бутан, С5H12 пентан, тура солай деканға дейін жалғасады. Бұндағы гомологтық айырмашылықты білулеріңіз шарт. Бірінші және екінші гомологтың айырмашылығын қараңыздар, е? С2-ден 1-ді азайтсам, С1 қалады. 6-дан 4-ті азайтсам 2 қалады. Демек, айырмашылық топ менде С2 болып тұр. Тура мына С2-ні гомологтық айырмашылық деп атаймыз. Ал енді оқушылар, сіздер мына 10 формуланы жаттап алыңыздар. Сонда ғана органиканың келесі тақырыптары сіздерге өте оңай болады. Ал енді мынау заттарды білгеннен кейін біз бұның бәрін дәптерлеріңізге жазу шарт және жаттап алу шарт. Олардан келіп шығатын алкил немесе радикалды да білуіміз шарт оқушылар. Радикалдар жұптаспаған электроны бар бөлшектер. Ал қарапайым тілмен айтатын болсам, метанның бір сутегін алып тастасақ, метил радикалы, этаннан этил радикалы, пропаннан пропил, бутаннан бутил, пентаннан пентил немесе амил радикаллары түзіледі екен. Сіздер енді мына қатарды өздеріңіз жалғастырыңыздар. Мына көріп тұрсыздар, иә? Жазып үлгермеген болсаңыздар, қайта қарап бұның бәрін жазып алыңыздар оқушылар. Жалғастыратын болсақ, С6H13 бізде пентилден кейінгісі гексил, келесі бізде гектил, С8 болғанда октил, 9 болғанда нонил, ал 10 болғанда декил деген радикалдары түзіледі екен. Барлығында бір сутек азайғанын сіздер көріп отырсыздар. Ал енді алкандардың құрылысына тоқталайық. Алкандардың бірінші өкілі метан. Метанның мысалымен сіздерге түсіндіріп кетейін, иә? Мына жерде қараңыздар, жазып қойыпты. Алкандарға sp3 гибридтену тән. Мен бұған сіздерге неліктен деген сұраққа жауап бере кетемін қазір. Байланыс ұзындығы 0,154 нанометр. Орбиталдар арасындағы бұрыш 109 градус 28 минутты құрайды екен. Демек, гибридтену әзірге жазыңыздар sp3 бізде. Байланыс ұзындығы 0,154 нанометр. Бұлардың барлық оқушылар сіздерге тестте қажет болады, жаттап алыңыздар. Орбиталдар арасындағы бұрыш 109 градус 28 минут. Бұл сандардың басқа алкен, алкин, алкадиендерде басқа мәнге ие болатын білулеріңіз қажет оқушылар. Ал енді sp3 қайдан кеп шықты деген сұраққа жауап бере кетейік. Мына көміртектің атом құрылысына назар аударыңыздар. Бізде 1s2, 2s2, 2p2 болып тұр. Бұл жердегі
бірінші S қабатында 2 электрон жұптасқан, екінші S қабатында 2 электрон жұптасқан, ал екінші P қабатында 2 жұптаспаған электрон орналасқан. Бірақ дегенмен біз мына жерде бұл бізде қозғамаған күйде десек дұрыс болады. Ал қозған күйде ол өзгеріске ұшырайды екен. Қандай өзгеріске ұшырайды десеңіздер, мына 2 Сте тұрған жұптасқан бір электрон P қабатына секіріп өтеді. Мына қараңыздар, нәтижеде бізде мына жерде 1S, ал P қабатында болса 3P электрондар болып қалды. Енді оларды S шар тәрізді екенін білесіздер, P электрондар гантель сияқты екенін білесіздер. Оларды қосқан кезде гибридтену процесі іске асады. Нәтижеде бізде 4 гибридтенген орбиталдар түзіледі. Бұл 4 гибридтенген орбиталдар мына кеңістікте тетраэдр пішінін не қылады екен? Жасап орналасады екен. Оқушылар, бұның барлығы бізде гибридтенуның теориясы. Ал енді сіздер ұбт-ға дайындалып отқан болсаңыздар, мен соны бір қарапайым, оңай, жеңіл жолмен Гиллеспи әдісімен үйрете кетейін. Сіздер білесіздер, S электрондардың үйі бір бөлмелі, немесе бір орбитал десем тағы да нақты болады. P орбитал 3 бөлмеден, D орбитал 5 бөлмеден, F орбитал 7 бөлмеден тұратынын білеміз. S орбиталға 1 жұп электрон, P орбиталға 3 бөлмеге 6 электрон, D орбиталға 10 электрон, F-ке 14 электрон сиятынын білеміз. Мына жерде метанның құрылысын жаздым, Енді мынадан келіп шығайық. S біреу ғана. Демек, гибридтерін жазайық. Мына S, мынау S болды. Келесі бізде, әр байланысқа бір гибрид сызып кете берсеңіздер, дұрыс болады оқушылар. Демек, бізде 1S, қалғандары P болып қалды. Айтыңыздаршы, не болды? Әрине SP3 гибридтену болып қалды. Демек, қараңыздар, мына теориялық жолмен SP3 гибридтенуны табуға қарағанда, Гиллеспи әдісімен практикалық жолмен табу өте оңай. Сол себепті сіздер қалаған тәсілдеріңізбен гибридтену түрін таба беріңіздер. Бұл сіздердің ойлау ұшқырлығыңызға, өздеріңізге деген сенімділігіңізге байланысты болмақ. Ал енді біз айттық, метан гомологтарының құрылысы қандай, сызықты ма деген сұраққа жауап берсек, жоқ, олар сызықты орналаспайды екен, ирек тәрізді. Зигзаг дейміз ғой, оқушылар, зигзаг білесіздер, мына зигзаг, мына қараңыздар, зигзаг болып тұр, Негізі біз шартты түрде мынандай жазамыз. Мына S5 H12 жазып отырық, 1, 2, 3, 4, 5 деп сан қойып қояйық. Мына көміртек атомдарына 5-ке дейін сан қоямыз. Нәтижеде 5 көміртек атом бар екенін білдік. Демек, бұл бізде пентан екенді біліп отырық. Бірақ ол кеңістікте қалай орналасады? Мына көміртек атомы келесі көміртек атоммен конформацияға ұшырайды. Конформация дегеніміз оқушылар өзгеріске ұшырайды. Нәтижесінде олар сызықтық құрылысын ирек тәрізді құрылысқа өзгертіп жібереді екен. Ал мынандай біздің ирек тәрізді жазғанымызды көбінесе графикалық формула деп атайды. Қаны енді сіздермен біргелікте гексанныкін жазып көрейікші, Мына сіздермен жазамыз. Демек, бізде бір көміртек, мына жерде екінші, үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы көміртек. Түсінікті ғой, Бұл сіздер ойлағанға қарағанда өте оңай. Демек, көміртектерді біз енді мына неге иректің бөлектеріне жазып қоямыз. Демек, сіздермен қазір ғана гексанның ирек тәрізді, зигзаг тәрізді графикалық формуласын жасап шықтық. Ал келесі бізде S7H16. Оны өздеріңіз жасай салыңыздар. Негізі түсіндіңіздер деген ойдамын. Бұл өте оңай, күрделі емес. Келесі бізде алкандарды халықаралық одақ, яғни IUPAC номенклатурасы бойынша атау. Оқушылар, бұл сіздерге жеңіл болу үшін мен қадаммен алгоритм беріп отырмын. Сіздерге бұны үйрететін боламын. Демек, алгоритмнің бірінші қадамы не болмақ? Демек, оқушылар, алгоритм деген білесіздер, информатика пәнінен, бұл бізде жасайтын қадамдарымыз. Бірінші қадам, ең ұзын тізбекті табасыздар. Негізгі тізбек деп аталады.
Қараңыздар, мына жерде 1, 2, 3. Бұл бір тізбек болып тұр. 1, 2, 3, 4. Тағы бір тізбек болып тұр. 1, 2, 3, 4. Мынау тағы бір тізбек болып тұр. Біз соның ішінен қай біреуін таңдап аламыз? Негізгі тізбек бізде ең ұзын тізбек болады. Мына 1, нөмірлеп шығамын. 1, 2, 3, 4. Ал енді бірінші қадам жасалды. Келесімен де екінші қадам. Екінші қадамдарда біз бұтақталған немесе тармақталған радикалдың орнын анықтаймыз. Демек, 1, 2, 3, 4 цифралар тұр. Сандар тұр. Соның ішінде бізде радикал қайда тұр екен? Мән берейік, екінші орында тұр екен. Демек, мен жұмысты тура сол жерден бастаймын. Басында 2 нөмірін көрсетемін. Радикалдың атауын жазамын, метил. Сонымен менде екінші қадам аяқталды. Енді негізгі үшінші қадам менде радикалдан кейінгі негізгі тізбектегі көміртек сандарына мән берейін. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші. Демек, 4 көміртек болған үшін бұл менде бутан болып қалды. Демек, атауы 2 метил бутаннан тұрады екен. Оқушылар, демек, мына 3 қадам, мына жерде 4 деп кетіппін, кешіріңіздер. 3 десек те болады, 4 десек те болады негізі. 3 қадаммен біз сіздермен жасап шықтық. Бірінші қадам не болды? Өздеріңіз мына жерге жазасыздар. Мен сіздерге тағы бір рет естеріңізге түсіре кетейін. Демек, бірінші қадам негізгі тізбекті анықтау. Мына көрдіңіздер, я? Бірінші қадам бізде. Негізгі тізбекті анықтау. Ал енді екінші қадам бізде бұтақталған, тармақталған радикалдың орнын табу. Мына қараңыздар, екінші орында екендігін біз таптық. Енді үшінші қадам радикалдың орны мен атауын жазу, анықтау деп тұр, я? 2 метил деп жаздық. Ал төртінші қадам бізде, демек оқушылар, ұзын тізбекті атау. Нәтижеде мына 4 қадамды өздеріңіз жазасыздар, сонда ғана мына бүгінгі тақырыпта ЮПАК бойынша атауды керемет түсініп аласыздар деген ойдамын оқушылар. Ал енді сабағымызды жалғастырамыз. Сіздерге мына тапсырмалар беріп жатырмын. Қараңыздар. Заттарды атаңыз дейді. Бұл заттарды қандай атайсыздар? Бұл заттарды атау үшін бірінші болып, тағы да практикалық жұмыс. Нөмірлейсіздер бірінші қадамда. Мына нөмір қоямыз. Мән беріңіздер, мына орын басушылар қай жаққа жақын орналасқан, нөмірлеу сол жақтан басталады. Демек, бізде екі жақтан да бірдей екен, сол үшін солдан оңға қарай нөмірлейміз. Екінші қадам, орын басушының орнын анықтаймыз. Бұл бізде 2 және 3 екен. Ал енді бізде орын басушылар саны біреу болса, тек қана орын басушының атауын жазамыз. Ал орын басушылар саны 2 болса, мысалы метил тобыдан бізде 2 болатын болса, ди деген жалғауды қолданамыз. Ал бізде метил тобыдан 3 болатын болса, три деген жалғауды қолданатын боламыз. Ал бізде орын басушыларымыз 4 болатын болса, тетра деген жалғауды қолданатын боламыз. Демек, мына біздің нақты мысалымызда екінші және үшінші көміртек атомында метил топтары тұр. Демек, жазайық 2 үтір 3. Ди, орын басушының атауы метил. Демек, біз 3 қадамды жасадық. Енді 4-ші қадам бізде мына жалпы ұзын тізбекті атайтын болсақ, 4 болып тұр, я, 4 болғанда бутан. Демек, 2-3 диметил бутан болады оқушылар. Ал енді сіздер мына қазір ғана менің үйреткенімді бір рет өздеріңіз қайталап алыңыздар. Алгоритмнің бірінші қадамы ұзын тізбекті табу, екінші қадамы табу және нөмірлеу, екінші қадамы орын басушының орнын анықтау, олар 1, 2, 3, 4 екеніне мән беру, орын басушының орнын және атауын жазу, бұнда 2 болса ди жалғауын қосу, 3 болса три, 4 болса тетра жалғауларын қосу. Мына біздің мысалымызда 2 екен. Сол себепті 2, 3 диметил соңында 4-ші қадамда алгоритмнің ұзын тізбектің атауын жазу, бутан.
Түсінікті деген ойдамын оқушылар. Енді мына Б тапсырмасын өздеріңіз жасайтын боласыздар. Менің ойымша сіздер бұны керемет жасай аласыздар деген ойдамын. Ал енді оқушылар, сіздер мына бүгін берілген барлық тақырыптағы тапсырмаларды орындаңыздар. Мына заттарды атау бойынша, алкандарды атаудың алгоритмі бойынша өзіндік жұмыс беріп отырмын. Тағы да ең маңыздысы оқушылар мына жоғарыдағы гомологтарын және олардың радикалдарын жаттап алыңыздар. Мына жерде С7H16-ның графикалық ирек тәрізді формуласын жазыңыздар. Мен жоғарыда екі формула жазып қойдым. Соған қарап сіздерде жаза аласыздар деген ойдамын. Демек, біз бүгін не үйрендік? Мына сабақ мақсатына қайтайық. Оқушылар, біз бүгін сабақ мақсатында қойған мақсаттарымызға жеттік пе деген сұраққа жауап берейік. Бірінші болып біз алкандармен таныстық, олардың гомологтарын таныдық, оларды IUPAC номенклатурасы бойынша 4 қадаммен атадық. Бұнда қосылыстардың құрылымдық формуласын, ирек тәрізді формуласын жазуды үйрендік. Және бұл заттарды халықаралық одақ номенклатурасы бойынша атай алдық. Демек, бүгінгі сіздермен сабағымыз өз мақсатына жетті. Ал енді сіздер мына берілген тақырып бойынша гомологтарды барлығын жаттап аласыздар. Бұны жаттау шарт. Жалпы формуласынан бастайсыздар. Мына CnH2 плюс 2. Енді кейбір оқушылар болады ғой, бізде мен жаттай алмайым деп. Бұл оқушыларға мына n-нің орнына 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10-ға дейін сандарды қойып, мынауны дұрыс неге айналдырсаңыздар, сол гомологтар келіп шығады оқушылар. Бұның ешқандай күрделі жағы жоқ. Тағы да тапсырма, мына алкилдерді жаттайсыздар. Яғни алкилдердің құрамында алкандарға қарағанда бір сутек аз болатынын ұқтыңыздар. Яғни метандан метил, этандан этил, пропаннан пропил, бутаннан бутил, пентаннан пентил немесе амил радикалдары түзіледі екен. Ал қалған радикалдарды өздеріңіз жазыңыздар. Сіздер бекіту тапсырмасы деп қабылдаңыздар. Қадірлі оқушылар, мына метанның құрылысын тағы бір рет сіздерге өте маңызды жайт дейміз. Сіздер алкан, алкен, сіздермен біраз көмірсутектерді келесіде үйренетін боламыз. Оларды салыстырмалы түрде үйренетін болсаңыздар, өздеріңізге өте пайдалы болмақ. Яғни олардың гибридтенуін түсіндіре кеттім. Бұның барлығы бізде көміртектің атом құрылысынан қозған күйдегі олардың электрондарының гибридтенуінен келіп шығып отыр. Бұнда бізде гибридтенуге түсіп отырған S шар тәрізді және гантел тәрізді 3P электрондар гибридтеніп, SP3 гибридтенуін жасап отырғанын көрдіңіздер. Тағы да ұбытыға барам деген оқушыларымыз үшін мына төменде теориялық емес, практикалық жолмен, Гиллеспи әдісімен, жеңіл оңай тәсілмен гибридтену типін табуды да қоса үйретіп кеттім. Демек оқушылар, сіздермен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Мына берілген барлық тапсырмаларны толығымен орындайсыздар және мұғалімдеріңізден жақсы баға аласыздар деген оймен сіздермен қоштасамын. Келесі сабақта көріскенше сау болыңыздар.